Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Нұржүз. Менің каналыма жазылып, лайк басып, қоңырау басып кетіңіздер. Бүгін түскі асқа, кешкі асқа кереметтей тойымда етті пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен айранымызды құйып аламыз ыдысымызға. Және де оның үстіне жарты чайный ложка содамызды салып, әбден араластырып аламыз. Сосын бір чайный ложка тұзды тағы да салып, тағы да араластырып аламыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, тоже араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін сұйық майымызды, сары майымызды, сливочный май да болады, соны салып араластырып аламыз. Мінекей бәрін осылай араластырып болғаннан кейін ең соңынан ұнымызды салып, қамыр жасап аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 30 минуттай демалтамыз. Менің каналыма жазылып, лайк басып қойыңыз. Енді начинкасын жасай бастаймыз. Ең бірінші фаршымызды салып, пияз бен картошкамызды салып, пияз бен картошканы кубиктап турап аламыз. Ең алдымен одан кейін салып, үшеуін араластырып аламыз. Және де дәміне қарай бір чайный ложка тұз салдым. Бұрыш салсаңыздар болады. Мен әртүрлі приправалар қосып, дәміне қарай араластырып алдым. Міне менің начинкам дайын. Енді қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп аламыз. Біріншісі кішкене үлкенірек, екіншісі кішірек болу керек. Міне қамырымызды бөліп алдық. Кішірек бөлігін, үлкенірек бөлігін, кішірек бөлігін былай қойып, бірінші үлкенірек бөлігін алып, жайып аламыз оқтаумен көмегімен. Жайылған қамырымызды майланып тұрған формамызға салып аламыз. Мінекей салып алдық. Және де оның үстіне жаңа дайындап қойған начинкамызды саламыз. Начинкамызды салып жайып болғаннан кейін, оның үстіне кішкене бөлік қамырымызды жайып алып, үстіне қойып, осылай әдемілеп түйіп аламыз. Мен әдемілік ретінде үстін кестім, пирогтың кесіп қойдым қиғашынан, және де жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пешімізге салдым. Мінекей пирогымыз дайын, өте әдемі, сочный болып пісті. Дайындалу өте оңай. Кескен кезде де өте дәмді, керемет болып шығады. Мінекей осындай кереметтей пирогты дайындап, кешкі түскі асқа дайындап, жақындарыңызды қуантсаңыздар болады. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоны көру үшін, келесі видео шыққан кезде бірінші болып көру үшін уведомление, яғни қоңырау басып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын. Рахмет.